Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай ұнсыз дайындалатын печенье дайындайтын боламыз. Меренговый печенье деп атайды. Тек жұмыртқаның ағы болса болғаны. Ортасын бөліп көрсетіп жатырмын сіздерге. Осы рецептпен дайындап көріңіздер, өте дәмді печенье болады. Ауызға салған кезде өте жұмсақ печенье. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Кеттік, бірге дайындайық. Алдымен осындай ыдысымызға жұмыртқаның тек ағын ғана саламыз. Мендегі жұмыртқаның көлемі кішірек болғандықтан 4 жұмыртқа пайдаландым. 4 жұмыртқаның ағын пайдаландым. Үлкендеу жұмыртқа болса, 3 жұмыртқа пайдалансаңыздар да болады. Және шым-шым тұз қосамыз. Миксердің көмегімен араластырып отырамыз. Лимонның соғын қосамыз, 1 шай қасық. Және алдын ала өлшеп дайындап қойған шекерді 2 бөліп миксерлеп отырып араластырамыз. Осылай қоюлана түседі. Ендігі кезекте 2 ас қасық какао салып, оны да жақсылап миксермен араластырамыз. Міне осындай қою болып жатқан кезде алдын ала турап қойған қара шоколадты саламыз. Қара шоколад салдым. Тағы да қасына орех салсаңыздар да болады. Ендігі кезек қасықпен араластырамыз. Бізге енді миксердің қажеті жоқ. Қасықпен осылай барлығын араластырып аламыз. Табаға пергамент төсеп, қасықтың көмегімен осылай домалақ пішінде қойып шығамыз. Менде 20 шақты печенье шықты. 180 градуста 30 минутқа қойып аламыз пешке. Өте дәмді печенье. Ингредиенттің барлығын описание бөліміне қалдырамын. Міне біздің печеньеміз дайын болды. Ауызашарға тез-тез жылдам-жылдам осылай печенье дайындап, шайға дайындасаңыздар болады. Жып-жұмсақ болып шығады. Сіздерге рецепт ұнаған болса, WhatsApp желісіне тарата отырыңыздар. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.